Барлығыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен оңай дайындалатын өте әдемі булкелердің рецептімен бөлісетін боламын. Ең әуелі мені жоғалтып қоймас үшін лайк басып, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен ыдысқа жылы сүтті құйып аламыз. Содан соң жылы суды құямыз. Және бір шай қасық тұз саламыз, және де бір ас қасық ашытқы саламыз. Толық құрамы описаниеда жазулы. Содан соң венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Содан соң қант салып араластырып, қант ерігенше араластырып аламыз. Содан соң бізге 3 тал жұмыртқа керек болады. Bir тал жұмыртқаның сары уызын бетіне жағуға алып қаламыз. Қалғанын қосып араластырып аламыз. Содан соң сұйық майды құйып араластырып аламыз. Содан соң ұн саламыз. Ұнды азыздан салып отырып, араластырып отырып, қамырды илеп аламыз. Жұп-жұмсақ қылып илеп аламыз. Қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Ашытып алған соң, енді ас тақтайға алып, тең бөліктерге бөліп аламыз. Содан соң арасындағы ауасын шығара отырып, домалатып аламыз. Және бетін жауып, пленкамен жауып қоя тұрамыз. 5 минут өткен соң, ең бірінші қамырдан бастап жасаймыз. Көріп отырғандарыңыздай жіңішке қылып аламыз. Көріп отырғандарыңыздай осындай әдемі қылып, гүл сияқты қылып жасап аламыз. Көріп отырғандарыңыздай формаға салған кезде арасын қатты алыс қылмаймыз, жиі қылып салып аламыз. Содан соң бетіне жұмыртқа және бір ас қасық сүт қосып араластырып, жұмыртқаны жағып шығамыз. Қалауларыңызша ақ күнжіт немесе макс сеуіп қойсаңыздар болады бетіне. Духовканы алдын ала қыздырып қоямыз. Соңына дейін қарап отырған болсаңыздар, менің сіздермен алдағы уақытта бөлісетін рецептерім әлі де көп. Мені жоғалтып қоймас үшін каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жаңа рецептер шыққан кезде сіздерге хабарлап отыратын болады. Содан соң 170 градустық духовкада 20-30 минут шамасында пісіріп аламыз. Өте жұмсақ, дәмді болып піседі. Рецепт сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.